Hey, assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен birga men Sultik KZ және бүгін біз Zoom деген программаны қалай компьютерге жазу керектігін айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші бізге браузер керек болады, яғни Chrome болмаса Яндекс. Сосын біз іздейтін жерге Zoom деп жазып қоямыз, мынандай қылып. Одан кейін мынандай download деген шығады. Осы сайтқа кіреміз. Осы біздің Zoom деген программаны жазатын сайт. Оған кіргесін бізде осындай окно ашылады. Нәшітте загрузить деген клиент Zoom для конференции деген бар. Осы жердегі загрузить деп басасыздар. Нәшіттегі де емес, осы жердегі басасыздар. Осы жердегі загрузить деген көкті басқаннан кейін әжетте осындай загрузка кетеді. Загрузка болғаннан кейін үстін басасыздар, сол кезде бірден ашылып кетеді. Ал мен оны баспаймын, өйткені ол менде бар. Ол басылғаннан кейін бізде мынандай загрузки деген папкаде болады. Міне осындай эмблемамен тұрады. Және де оны екі кликпен ашамыз. Және осындай бізде загрузка жүреді. Zoom-ды ашу үшін осындай загрузка кетеді. Және де загрузка жүріп болғаннан кейін бізде қазір осындай окно ашылады. Және войти в дегенді басамыз. Оны басқаннан кейін бізде осындай ашылады. Және нәште менікі жазылып тұр. Өшіріп қояйын. Одан кейін бізде таңдау тұр. Наяқта Twitch пен Google аккаунтпен және тағы бір кілтпен осындай бар екен. Мен алдыңғы видеода сіздерге қалай Mail.ru-мен кіру керектігін, яғни почтамен кіру керектігін айтқан болатынмын. Почта ашып, ана шетке жазып кірушілеріңізге болады. Болмаса, нәште Google аккаунтпен бүгін мен екінші способын көрсетейін. Нәште Google аккаунтты басқаннан кейін осындай бізде өзіміздің аккаунтымызды таңдаймыз. Одан кейін бізде загрузка жүреді. Загрузка жүргеннен кейін бізде осындай ашылады, және создать учетный запись дегенді басуымыз керек біз. Сол кезде осы біздің Google аккаунтымызға Zoom-нан ашылады. Осы жерде басқаннан кейін бізде осындай окно ашылу керек қазір. Не осындай. Және открыть приложение Zoom дегенді басамыз. Болмаса, ондай шықпаса, запустить Zoom дегенді баса саласыздар. Болды, бізде Zoom ашылатын болады. Қазір көреміз, загрузка жүріп жатыр. Все, бізде Zoom ашылды. Және оның Zoom деген главный экранға, рабочий столға эмблема шығады, соны басып кіре берулеріңізге болады. Неқті бәрі істеп тұр, сосын войти дегенді басасыз, және апайыңыз берген инферкация, яғни сандарды жазып осы жерден сабақ оқи аласыздар. Және неқті өзіңіздің аккаунтыңызды настройка ете аласыз. Суретіңізді ауыстырып, атыңызды ауыстырып деген неше түрі өзінің настройкалары бар. Телефоннан кішкене өзгешелеу және функцияларды телефон қарағанда көптірек. Все, бізде осындай видео шықты. Егер осы видеоға арқылы мен сіздерге көмектесім деген ойдамын. Достар, сосын бір байқаған шығарсыздар, менің арнамда күнде видео шығып жатыр. Сол үшін лайк басып жіберіңіздер. Сосын арнама жазылыңыздар. Мен сіздер үшін тырысып жатырмын, және де тағы да Zoom туралы келесі видео шығады. Ол ертең немесе арғаны шығуы мүмкін. Сондықтан соны күтіңіздер, қалай Zoom-ды ашу керектігін ода айтатын болам. Ал ендеше чеки пау.